Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге презентацияға дауысты қалай қосу керектігін үйреткім келіп отыр. Ол үшін телефонымыздағы My файлы папкасына барамыз, яғни память устройства. Одан кейін WhatsApp-тың ішіне медиадан кейін мои документыға, WhatsApp документыға барамыз. Содан кейін өзімізге керек презентацияны ашамыз. Осы презентацияға барып, жоғар жағындағы мына экранның кнопкасын басамыз, яғни үлкейту режимін басамыз. Содан кейін бізде экранымыз осылай үлкейіп, барлық бетіне ашылады. Содан кейін басып отыру арқылы, яғни келесі басып отыру арқылы дауысымызды жазамыз. Жазып болғаннан кейін мына дөңгелекшені бассақ, стоп деген, яғни тоқтату батырмасы шығады. Соны басамыз да